Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді тартылған ішек қарыннан манты жасайтын боламыз. Керекті заттар тізімін төмендегі описаниядан қара. Алдымен мантының қамырына кірісеміз. Жарты стакан салқын суға 1 қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға 2 кеседей астығымызды салып, 1 жұмыртқа және жарты стакан тұзды суымызды құйып, жаймендеп су құя отырып, нанымызды илейміз. Нанымды ыңғайлы болу үшін тақтайға ауыстырып, 1-2 минуттай қолмен ысып алдым. Нанның бетін жауып, 10-15 минутқа демалуға жібереміз. Мантының салмасына кірісеміз. Алдымен пиязымызды уақтап турап аламыз. Егер картопыңыз ірі болса, шамамен 2-3 картопты уақтап тураймыз. Алдын ала дайындап қойған тартылған ішек қарнымызға картопымызды және пиязымызды салып, тұз бұрышын дәміне қарай сала отырып араластырамыз. Мантаваркамызға астына су құйып, газге қоямыз, қайнау керек. Табаларымызды күнбағыс майын жаға отырып, майлап шығамыз. Біздің нанымыз дайын болды, енді оны оқтаумен жаятын боламыз. Мантымыздың наны астың наны секілді өте жұқа болып жайылу керек. Жұқалап жайып шыққаннан кейін, енді пышақтың көмегімен кесетін боламыз. 4 бұрыш жасап, мен осылай кесіп алдым. Енді нандарымыздың бәрін осылай жайып шығамыз. Үстіне салмамызды салып, мантыны түйетін боламыз. Қалай түйсеңіз де өз қалауыңыз, мен осылай түйіп шықтым. Мантыларымызды бір-бірінен алшақтау етіп ыдысымызға салып, қайнаған суымыздың үстіне қойып, шамамен 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Енді мантымыздың тұздығына кірісеміз. Мен аздап құйрық майды алып, уақтап турадым. Сәбізді үккіштен өткіздім, және пиязды турап, табамызға шағыл майымызды құйып, азғана бәрін қуырып аламыз. 1 ас қасық томат пастасын салып қуырдым. Шамамен 5 минуттай біздің көкөністеріміз қуырылып шығу керек. Біздің мантымыз пісіп шықты. Енді ыдысымызға саламыз. Үстінен тұздығын құйып, ұсынатын боламыз. Егер қаласамыз, тұздықсыз майонезбен жеуге де болады. Өте дәмді мантылар шықты. Сіздер де осы рецептпен үйлеріңізде жасап көріңіздер. Үйдегілеріңіз қуанатын болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Маған подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.